Құрметті ауыл тұрғындары, скрининг дегеніміз не? Скрининг бұл аурудың белгілері әлі болмаған кезде ісікті ерте сатысын анықтау мақсатында жүргізілетін профилактикалық медициналық шаралар болып табылады. Ерте сатысында анықталған ісік толық емделуі мүмкін. Сондықтан ісікті ерте сатысында оның таралуына дейін анықтау және емдеу қатерлі ісіктерден болатын өлім-жітімді төмендетудің ең тиімді жолы ол скринингтен өту болып табылып отыр. Көбінесе ісік әрдайым ерте кезеңдерде анықталмайды. Өйткені аурудың ерте ағымында симптомсыз болады. Сондық себептен науқас өзінің дені сау екенін сезініп, тексерілу үшін дәрігерлерге бармайды. Скринингтен өту қатерлі ісікке күдік бар дегенді білдірмейді. Қазақстанда нақты аурулар бойынша және белгілі бір жас топтары үшін скринингтік бағдарламалар бар және ол халық үшін тегін. Скрининг түрлеріне ерте сатыны анықтау аурулардан қандай аурулар жатады? Ол біріншіден қан тамыр ауруларын жүйесін анықтау үшін, сахарный диабет және глаукома ауруын, көз ауруын анықтау үшін 30 бен 70 жас аралығында ерлер мен әйелдерге оздырылады. Қосымша скринингке тағы да сүт безі қатерлі ісігі 40 жастан 70 жасқа дейін әйелдерге оздырылады. Жатыр мойны обыры 30 жастан 70 жасқа дейінгі әйелдерге оздырылады. Скринингтен тіркелу орны бойынша емханадан тегін өтуге болады. Қатерлі ісікті ерте анықтау өмірді құтқарады, емдеу шығындарын азайтады және пациенттердің өмір сүру сапасын сақтауға мүмкіндік береді.